Welcome to the video. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімдердің көпше түрінің жасалуы. Plural nouns. Ағылшынша plural nouns. Сонымен бастайық. Көп жағдайда зат есімдердің көпше түрі s жалғауы арқылы жасалады. Мысалы, a bear, two bears. Бір аю және екі аю. Қонжық десек те болады. A hat, three hats. Шляпа, үш шляпа. Яғни бас киім. Егер де зат есім S, CH, SH, X, O жалғауларына аяқталатын болса, онда оның соңына ES жалғанады. Мысалы, a bus, two buses. Автобус, екі автобус. A dress, four dresses. Бір көйлек, төрт көйлек. A brush, three brushes. Сурет салатын қылқалам және соның үшеуі, үш қылқалам. A watch, two watches. Сағат, қолға тағатын және екі сағат. Қолға тағатын сағатты айтқанда. A fox, two foxes. Түлкі, екі түлкі. A potato, four potatoes. Картоп, төрт картоп. Егер де санайтын болсақ, төрт картоп деп. Кейбір O жалғауына аяқталатын зат есімдердің көпше түрі S жалғау арқылы жасалады. Мысалы, a piano, two pianos. Пианино, екі пианино. A radio, five radios. Бір радио, бес радио. A video, two videos. Видео, екі видео. Зат есім Y әрпіне аяқталып, оның алдында дауысты тұрса, S жалғау жалғанып, көпше түрін жасайды. Мысалы, a boy, four boys. Бала, төрт бала. A toy, many toys. Яғни бір ойыншық, көптеген ойыншық, бірнеше ойыншық. Егер де зат есім Y әрпіне аяқталып, оның алдында дауыссыз тұрса, онда ES жалғау жалғанады да Y әрпі I әрпіне айналып, IES жалғанады. Мысалы, a baby, two babies. Кішкентай бала, бүлдіршін, екеу. Сонда екі бала, екі нәресте деп айтатын болсақ, онда two babies. Сонда B бізде дауыссыз болып тұрғаннан кейін IES болып өзгереді көпше түрінде. A cherry, six cherries. Яғни шие, алты шие. Зат есім жекеше түрде F немесе FE әріптеріне аяқталса, F әрпі V әрпіне өзгереді де VES жалғау жалғанады. Мысалы, a leaf, seven leaves. Яғни бір жапырақ, жеті жапырақ. A wolf, two wolves. Қасқыр, екі қасқыр. Бірақ та барлық жағдайда бірдей бола бермейді. Кейде есте сақтайтын басқа да сөздер бар. Мысалы, a giraffe, giraffes. Яғни бұл жерде F әрпі V әрпіне өзгерген жоқ. Дәл солай қалды. Яғни жираф, бірнеше жираф деген секілді. A roof, roofs. Бұл жерде де
ештеңе өзгерген жоқ. Видеоны көргендеріңізге көп рахмет. Каналға жазылыңыздар. Осы видеоның астында егерде кем дегенде 10 лайк жиналса, онда келесі видео шығатын болады. Сау болыңыздар.